Қайырлы күн, назарларыңызда Алнюш және мен Айсана Қахарман. Ұлытау облысында Ауыл партиясы Ұлытау облысы бойынша өңірлік филиалының конференциясы өтті. Конференция жұмысына партия төрағасы Серік Егізбаев қатысты. Сондай-ақ Ауыл партиясы саяси кеңесі төралқа отырысының хаттамасына сәйкес Ұлытау облысы бойынша өңірлік партия филиалының төрағасы қызметіне Абзал Жиенбаев тағайындалды. Конституция күніне орай Ауыл партиясының ұйымдастыруымен белгілі тарихшы, этнограф Жамбыл Артықбаевтың дәстүрлі құқық ата заңымыздың негізі атты қоғамдық дәрісі өтті. Түркістан облысында Ауыл партиясы атынан сайланған аудандық мәслихат депутаттары шаруа қожалықтарының жұмысымен танысуда. Тамила қожалығы өз өнімдерін тиімді өткізу жағын жан-жақты ойластырған шаруашылықтардың бірі. Ол қауындарын Ресейге жіберіп, одан артылған өніммен қауын-қақ жасауда. Сондай-ақ 1,5 мың гектарға мақта егіп, онымен қоса мақта өңдеу зауытының құрылысын қолға алуда. Ақмола және Атырау облыстары бойынша Ауыл партиясы жанындағы мейірім құшағы, әйелдер, балалар және отбасы ісі жөніндегі комиссия төрайымдары әйелдердің саяси белсенділігін арттыруға арналған 3 күндік тренингке қатысты. Сайлауға қатысу тәжірибесі бар және алдағы сайлауға қатысуды жоспарлап отырған Ауыл партиясының белсенді қыз-келіншектері де іс-шарадан тыс қалған жоқ. Аталған семинарға Қазақстан Республикасы президенті жанындағы әйелдер істері мен отбасылық демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссиясы, Біріккен ұлттар ұйымының әйелдер құрылымы және мәдениет және ақпарат министрлігі қолдау көрсетті. Ауыл партиясы саяси кеңесі төралқасының мүшесі ТЭС консалтинг компаниялар тобының бас директоры, Мансап мектебінің құрылтайшы, Достастық үкіметтік емес ұйымының төрағасы София Абдуразақова білім беру қызметкерлерінің тамыз саммитіне қатысты. Ауылдағы білім беру мекемелерінің ахуалы Ауыл партиясының назарында. Бұл бағытта жатақханаларда назардан тыс қалып жатқан жоқ. Шығыс Қазақстанда жоғары оқу орындары мен техникалық және кәсіптік білім беру мекемелерінің жатақханаларының дайындығын мониторингілеу бойынша жұмыс тобы Өскемен құрылыс колледжі мен Өскемен қаласының студенттер үйі жатақханаларында тексеру жүргізді. Ұлытау облысы Мейбұлақ ауылында ауыл шаруаларының мәртебесін көтеру мақсатында ел бірлігі халық қазынасы атты мерейтой өтті. Игі шараның ұйымдастырылуына Ауыл партиясы, нөмір 1 ферма ұжымы және Мейбұлақ ауылдық округ шаруалары ұйытқы болды. Ауыл шаруашылығы саласының еңбеккерлеріне Ауыл партиясының төрағасы Серік Егізбаевтың атынан құрмет грамоталары мен алғыс хаттар тапсырылды. Осыда өзге де жаңалықтарды біздің әлеуметтік желілерден таба аласыздар. Ауыл аман, ел еңселі болсын. Келесі аптада жүздескенше.